Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай пирог дайындаған болатынмын, соны сіздерге бөліскім келді. Бұл пирог картошка және тауық етінен жасалады. Осылай керемет болып шығады, тез әрі оңай жасалады. Жасап көріңіздер, қараңыздар. Салмасына ең алдымен тауық етін, картошка, жуаны осылай көбейтіп кесіп аламыз. Одан кейін тұз, бұрыш, паприка дәміне қарай қосып, май қосып, сұйық май қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан кейін тестін дайындаймыз. Менің арнамда бұл тесттің жасалу жолы бар. Бұл тесті дрожсыз жасалады. Өте оңай, тез жасалады. Сондықтан қарап осы тестімен жасап көріңіздер, дәмді, керемет болып шығады. Тестімізді осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Бірі кішкентай, бірі үлкен болу қажет. Одан кейін үлкенін осылай оқтаудың көмегімен 1 сантиметр, 1,5 етіп жайып алатын боламыз. Өте қатты қалың қылмаймыз, не жұқада қылмаймыз. Осылай жайып боламыз. Содан кейін противнімізге саламыз. Противнімізге пергамент немесе фольганы жайып, содан кейін тестімізді жайып, содан кейін салмамызды жақсылап барлық жеріне салып шығатын боламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін жаңағы екінші тестімізді жайып аламыз. Сосын үстіне салып, осылай екі тесттің жан-жағына осылай қолымыздың көмегімен жабыстырып алатын боламыз. Содан кейін қолымызбен осылай үстінен басып, салмамызды кішкене жаятын боламыз. Содан кейін екі жағын жақсылап осылай әдемі етіп өрсеңіздер болады. Әдемілеп өріп болғаннан кейін ортасын осылай тесеміз. Ішіне кішкене ауа кіру үшін, жақсы пісу үшін. Одан кейін осылай пышақтың көмегімен әдемілеп кесіп шығам. Өздеріңіздің қалағандарыңыздай кесіп әдемілесеңіздер болады. Пирогымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аласыздар. Өздеріңіздің духовкаларыңызға байланысты пісіресіздер. Осылай керемет болып пісіп шықты, жұмсақ. Қазір сіздерге суығаннан кейін кесіп көрсететін болам. Достар, сіздерде менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Комментария жазыңыздар, мені қолдап отырыңыздар. Пирогымыз осылай болып шығады. Өте дәмді болып шықты. Ішіндегі салмасы да молынан салған болатынбыз. Сіздерге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.